Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында аз ғана құрамдардан жасалатын, өте тез дайындалатын печенье жасайтын боламыз. Алдымен менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды және де ванильді қантымызды, шым-шым тұзымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Содан соң какаомызды және де крахмалымызды салып, тағы да араластырып алатын боламыз. Енді осы массамызға елегіштен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып алатын боламыз. Оған дейін біздің печеньеміздің формасын жасайтын боламыз. Қолымызға азғантай ғана сұйық майымызды жағып, печеньеміздің формасын видеода көрсетілгенше етіп жасап алатын боламыз. Біздің қамырымыз видеода көрсетілгенде болу керек. Бізде осындай әдемі формалар шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.